Я Адик, мына Infinity қараш. Жарасың маған. Саған вообще жараспайды. Басқа машина қара, басқа машина қара. Мына келін қалай, а? Қалада қыздарды отырғызып алып. Мен келін керек емес. Общасы қымбат болады, бірақ шығындап не істейсің? Одан қайта бір Toyota қарасаң, нормальный 200-ка. Нормальный машина былай қарап отырсаң бар. Toyota қазақтардың машинасы ғой. Брат, біздің автобус келатыр, кеттік. Брат, сенде 150 теңге жоқ па? Бар ғой, брат. Маған төлейсіңші, брат? Төлеймін ғой, брат. Апай, Бердібек Соқпақбаевтың балалық шаққа саяхат деген ғана кітабын таптым. 4 қойып беріңізші, апай. Апай, 4 қойып бересіңізші. Сіздің ғана сабағыңыз ұстап тұр. Апайка, мен сабақтарымды өзіңіз жабасаңыз, потом маған карточкаңыздың номерін жібересаңыз, рахметіңізді айтасыз. Апай, хотя бы 3 қойып беріңізші. Ретникке алып қоймасам болды ғой, апай, өтініш. Пожалуйста, апай. Балам қалай? Сабағың қалай? Қалай келдің? Жақсы, сіздерді сағынып кеттім, мама. Сен келеді, таспадық дамай кеттік жүретшіміз. Молодец, қалың қалай балам, сабағың қалай? Отыр, жайғас. Қатынана еттің қамырын сала бер. Жайғас. Таңның асы кештің батсе, соткын тастаса шана, мамаңа көмектесеш. Әке! Ёпты вашмайттың баласы, саған не болған ескірема десем, ана шешеңе көмектесіп, ауылға жату үшін келдің ба? Даланың қарын күріп, мұзын ой! 50 теңгеге рахмет, қиналып тұратын туысқаның бермейді ғой. От души досым. Бұйырса мен саған четверг қайтарам. Жоқ, четверг ақша түседі негізінде. Бірақ мен саған пятница деп берейін, страховкамен пятница қайтарам. Брат, просто алды аренда бер. Жоқ, болды қайтарам досым. Пятница. Алло, Шака. 5 жыл өтті ғой, қашан қайтарасың қарызды? Давай қайтар бол. Болды, родной. Арғы күні салып жүрем мен сені. Шака. Қарыз қайда? 15 жыл өтті ғой. Сен қарызды айтыпсың ба? Қай нөмірдесің, брат, сен? Аяғы 35-47. Болды, брат, бір апта күш салып жүрем. Балам, ана атаң қайда? Қарызы бар еді. Атамның дүниеден өткенде біраз болды ғой. Ата, кетті ма? Ата, Серік аға қарызын сұрап кеп тұр. Барша қазақ елі, өткен жылға өкпеміз жоқ деп, келер жылдан үмітіміз көп деп, 2018-ге қош сау бол айтып, 2019-ға аяқ басқалы жатырмыз. Жастар жылы болып саналатын 2019 жыл мерекелі де берекелі. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жаңа жыл дегеніміз жай ғана санның өзгеруі, ал сол санның өзгергені біз үшін үлкен мотивация. Қазақ байының лидері ретінде біз сіздер үшін, сіздердің езулеріңізге күлкі сыйлау үшін бәрін жасаймыз. Жаңа жыл мерекесі құтты болсын.